Қалайсыздар достар? Қалдарыңыз қалай? Мүмкін ішіңізден осы менің бір амандасуыма халдің несін сұрайсың, жағдайым мәз емес деп жауап беріп тұрған шығарсыз. Әрине, бұл видео шаршағандар үшін. Я бәріміз де шаршаймыз. Мүмкін қарызыңызды төлей алмай, жобаңызды уақытында бітіре алмай, үйдегі жарыңызбен немесе танысыңызбен дұрыстап тіл табыса алмай, қаныңыз қарайып жүрген шығар. Жігеріңіз жүн болып, қол жұмысыңыз құм болып үгітіліп жүрген шығарсыз. Я бәрімізде бар проблема. Ол менде де, президентте де. Бәрімізде бар қарыз, елдің бәрінде бар. Бәрімізде өмірде сәтсіздікке ұшыраймыз. Бәріміздің де шешсек деп жүрген түйткілді мәселелеріміз толып жатыр. Ал бұндай жағдайда не істеу керек? Қалай көптен бері армандаған нәтижеге қол жеткізуге болады? Қалай жыныңа тиіп, саған сенбеген туысқандарға, күліп қараған достарға өзіңнің қолыңнан іс келетіндігін дәлелдеуге болады. Сіз де соны дәлелдегіңіз келеді. Сіз де мақсаттарыңызға жеткіңіз келеді. Сіз де бүгінгі қиындығыңызды жеңгіңіз келеді деп ойлаймын. Я айнаға қарап тұрып, өзіңіз жек көретін шығарсыз мүмкін. Мүмкін еңсеңді түк көтеріп, ұстап жүрудің өзі сізге қиын шығар. Ештеңе жоқ досым. Қажымаңыз, қайғырмаңыз. Қиындық көбейгенде не істеу керек? Проблема еселенгенде не істеу керек? Білгіңіз келеді ме? Әрине, сізге ұнамайтын шығар, бірақ дос, өміріңізді арманыңыздағыдай қылып өзгерткіңіз келсе, шынымен тау тұлға болғыңыз келсе, онда сізге күресу керек. Шынымен күресу керек. Антон Чехов айтпақшы, күрессіз өмір көңілсіз дейді. Дос, бұл өмірдің талабы сол. Я бәріміз шаршаймыз. Күнде жемтігіне атылған, күнде жемтігі үшін әуеде қанатын қағып жүрген бүркіт шаршамайды деп отырсыз ба? Аңдардың ішінде патшасындай болған, жүрегі 100 арыстандай қасқыр қажымайды дейсіз ба? Әлде миллиардтаған долларлары бар, үлкен миллиардерлер, олар шаршамайды дейсіз ба? Бәрі шаршайды. Анау көктемде келіп, орнына үй салу үшін, немесе отын қып жағу үшін кесіп тастаған ағаштың өзі көктем кезінде су ағызады, жылағандай болады. Я жылайтын да шығарсыз, я қажитын да шығарсыз. Бірақ қиындық бұл өмірдің негізгі талабы. Ал жеңімпаздың қарапайым адамнан айырмашылығы сонда. Олар қиындықтан қорықпайды емес, олар да қорқады. Олар қажымайды емес, олар да қажиды. Олардың іші қанжыламайды емес, олардың да іші қанжылайды. Олар да шаршайды. Бірақ қарапайым адамның айырмашылығы сонда, олар не істейді? Өмір үшін күреседі. Ана бір өлеңімде айтқаным бар еді. Жараланған денесі қасқырларда жалап жүріп ақыры жазылады деп. Денесі жаралаған қасқырдың өзі жарасын қайтып жазады. Біреуге емдеп бермейді матамен. Жалап жүріп, сөйтіп жүріп емдейді. Сондықтан дос, күресіп біліңіз. Дамылдап біліңіз. Өзіңіздегі үлкен күшті, үлкен намысты оятып біліңіз. Сонда ғана арманға жетесіз. Бауыржан Момышұлы атамыз айтпақшы, тамшының тасты тесу қабілеті тамған тамшының күшінде емес дейді. Тамған тамшының тұрақтылығында дейді. Мақсатыңызды нақты көздедіңіз ба? Соған қарай анық қадам басыңыз. Күнде бір шаг. Қиналып тұрсаң да бір шаг.
ұйқың келіп тұрса да, шаршап тұрсаң да, көңілің түсіп кетіп, көңіл күйің болмаса да, қайтпаңыз. Қайтпаған адам, алған бағытынан берілмеген адам өмірде жетістікке жетпей қоймайды. Бұл өмірдің ең үлкен заңдылығы. Иә, Мұқағали айтпақшы, көтеріп тұрып жылатады өмір дейді. Күлдіріп тұрып жылатады өмір дейді. Үрлеген желге дірілдей берме, шыдам бұларды ұнатады өмір дейді. Мүмкін аман жол қиындыққа қалай шыдауға болады дейтін шығарсыз. Шыдаңыз. Өйткені қиындық сіздің ғана басыңызда болып жатқан жоқ. Сіздің үйіңізде ғана ұрыс болып жатқан жоқ. Сізде ғана қарыз емес. Ол қарыз елдерде де бар. Яғни сіз бұл әлемде жалғыз емессіз. Қиындық дегеніміз не? Бұл өмірдің заңдылығы. Өйткені қиындықты жеңу арқылы біз не істейміз? Өзіміздің қабілеттерімізді шыңдаймыз. Өзімізді шынықтырамыз. Өзіміздің рухымызды шыңдаймыз. Сол арқылы көздеген, мақсат қылған армандарға жете береміз. Сондықтан қайтпаңыз, дамылдаңыз, шыңдала біліңіз. Шыда тағы, шыдамдыны мұны өмір ұнатады, бақыттың құлане құлатаңы, әйтеуір бір атады, өкінбе, өкпелеме бүгініңе, түңілуге болмайды, түңілуге, қайда тұрып хақың бар жүгіруге. Мәңгі сені жазбаған, сүрінуге деп, ақын Мұқағали айтпақшы, иә, өмір біткен жоқ. Алдыңызда қаншама күн бар, алдыңызда қаншама мүмкіндік бар. Бүгінгі заманда, егер сіз ақшадан қиналсаңыз, бүгінгі заманда терін төккен адам, берілмеген адам, білімін толықтырып ұмтылған адам бар болғанда 5-ақ жылдың ішінде мультимиллионер болуға үлкен мүмкіндігі бар. Өйткені бүгінгі заманда мүмкіндік көп әлде қайда. Мүмкін ойлайтын шығарсыз, аман жол, бұлай емес. Мүмкін алдыңыздың барлығы бір көк тұман басып кеткендей көрінетін шығар. Өмірден түңілетін шығарсыз. Жоқ ағайын, еңсеңізді көтеріңіз. Алдыңызда сіз асатын әлі қаншама асу бар. Сіз бүгінгі сізге сенбегендерге өзіңіздің мықты екеніңізді дәлелдеу керексіз. Бүгін сіздерге күліп қарағандарға қолыңыздан іс келетіндігін дәлелдеу керексіз. Бүгін сізге сенбей жүрген адамдарға өзіңіздің сенуге лайық адам екеніңізді дәлелдеу керексіз. Сізді жақсы көретіндер үшін, сізді бағалайтындар үшін, олардың сізге жасаған жақсылығын сіз мықты болып, жобаңызды бітіріп, қайтару керексіз. Ол сіздің қолыңыздан келеді. Кезінде өзінің ең алғаш фильмдарын түсіріп бастаған кезде Сильвестр Сталлоне 2 жыл бойы қайыршылықтың деңгейіне түсіп кеткен болатын. Ал бүгінде ол кісіні біз мықты актер деп білеміз. Иә, мүмкін сіз менің әкем жоқ, менің қолдайтын поддержкам жоқ деп жылайтын шығарсыз. Сіз бен біз білетін Джеки Чан 13 жасқа дейін өзі туылған роддомдағы ақшаны төлеп жүрген. Өйткені әке-шешесі роддомда туғанда қашып кеткен. Бірақ бүгінде ол адам болды емес па? Мүмкін білмейтін шығарсыз. Беседа с Богом кітабының авторы Ник Уолш 38 жасы мен 45 жас аралығында көшеде тентіреп, қаңғырып, бомж болып кеткен болатын. Бірақ соңында кітабын жазып, бүкіл әлемді мойындады. Есіңізде ұстаңыз. Ертеңде күн бар. Ал сіздің алдыңызда өзіңізге сенсеңіз, ниетіңіз дұрыстасаңыз, қайтпасаңыз, берілмесеңіз, алдыңызда үлкен арман күтіп тұр. Керемет мүмкіндік күтіп тұр. Я, Елизавета Тейлордың сөзін айтсам, успех как великолепный дезодорант, он удаляет все ваши прошлые запахи дейді. Яғни, табыс пен абырой дейді. Ол бір әдемі әтір сияқты дейді. Оны өзіңізге сепкен кезде, ол ескі күннің жаман иістерінің бәрін жоққа жібереді дейді. Сондықтан ертең арманыңыз орындаған кезде, ертең арманға жеткен кезде, кәдімгідей бүгінгі ойлаған, басыңызда көздеп тұрған мақсаттарға қол жеткізген кезде, бүгін сізге күліп қарағандар құрметпен қарайды.
Бүгін сізге сенбегендер өтірік келіп, біз саған сенген едік деп айтады. Ал ол сіздің қолыңызда. Сондықтан сіз мықтысыз. Сіз туылғаннан мықтысыз. Мына сіздің Құдай берген миыңыз әлемдегі бүкіл компьютерларды қосса да мықты. А сіздің Құдай берген жүрегіңіз әлемдегі бүкіл техникадан қарағанда мықты. Ал сіздің миыңыз бөлетін энергия ол белгілі бір ауылды 15 минут светпен, жарықпен қамтамасыз етіп тұруға шамасы келеді. Сондықтан ағайын, өзіңізді бағалай біліңіз. Мен сізге сенем. Осы күнге жеттіңіз ғой. Кезінде қаншама жоспар құрдыңыз, кезінде қаншама мақсат қойдыңыз, соның барлығына жеттіңіз ғой. Сол мақсаттарға жеткен екенсіз. Алдағы мақсаттарыңызға да жете аласыз. Сондықтан қайтпаңыз. Рухыңызды түсірмеңіз. Авраам Линкольн айтпақшы, если ты деньги потерял, ты ничего не потерял. Если ты здоровье потерял, ты половину потерял. А если ты свой вера в себе и дух потерял, тогда ты все потерял. Сондықтан сеніміңізді жоғалтпаңыз. Мен сізге тағы айтылайын, мен сізге толықтай сенем. Осы 10 жылдық тренерлік практикамда мен қанша рет көзім жетті, кез келген адам өзінің болашағын өзгерте алады, өзінің бүгінін өзгерте алады. Есіңізде ұстаңыз. Өткен өмір мен болашақтың арасында теңдік белгісі жоқ ағайын. Сіз өзіңіздің болашағыңызды қалай қылып көресіз, қандай деңгейде қиялдайсыз, дәл сондай қылып жасай аласыз. Сондықтан қайтпайық, берілмейік, жетістікке жете беріңіз ағайын. Сізге сәт.